19 жасар Тара Каликоның жоғалып кетуі бүкіл әлемді таңғалдырды. Әу бастан-ақ күрделі оқиға полиция мен Американың қамқор тұрғындарын дұрыс емес жолға түсірді. Тіпті 30 жыл өткеннен кейін де оның не болғанын ешкім білмейді. Сол тағдырлы күндегі қыз және оның жоғалып кетуіне кім кінәлі? Достар, видеомызды соңына дейін қараңыз және арнаға жазылыңыз. 1988 жылдың 20 қыркүйегінде Нью-Мексико университетінің студенті Тара Калико анасына ақш-тың оңтүстік батысындағы шағын қаланы айналып өтіп бара жатқанын және бұл қыздың өмірі туралы соңғы белгілі факты екенін айтты. Жоғалған Тараны жедел іздестіру еш нәтиже бермеді, ал жұмбақ дәлелдер мен оғаш белгілердің жиынтығы тергеу барысын қиындата түсті. Барлық фактілерді біріктіре отырып, біз Америкадағы ең оғаш жағдайлардың бірін түсіндіруге тырысамыз. Тара Ли Калико 1969 жылы 28 ақпанда Нью-Мексико штатындағы Альбукеркеге жақын орналасқан Белен қаласында дүниеге келген. Қыздың отбасы туралы аз мәлімет бар. Тергеу мәліметтері бойынша Тара анасы Петти, өгей әкесі Джон Дойл және інісі Криспен бірге тұрған, және олардың барлығының арасындағы қарым-қатынас өте сенімді және жылы болған. Жоғалған қыздың кім екеніне келсек, оның отбасы мүшелерінің айтуынша, ол өте мейірімді және көмекшіл жан болған. Бала кезінен Тара басқаларға көмектесуге ұмтылды, жақсы оқыды және ата-анасына қиындық тудырмады. Ал Нью-Мексико университетіне түскеннен кейін ол курста үздік студенттердің бірі болды және өмірін кәсіппен байланыстыруды армандады. Сонымен қатар Каликоның таныстары қыздың белсенді өмір салтын ұстанатынын айтты. Ол спортты жақсы көретін, қаланы үнемі велосипедпен аралайтын, көп серуендеуге және өмірінің әрбір минутын жоспарлай отырып, өз іс-шараларын жоспарлауды ұнататын. 1988 жылдың 20 қыркүйегінде Тара таңғы 8-дер шамасында оянып, таңғы асын ішіп, тағы да велосипедпен жүруге дайындалады. Таңертеңгі сағат 9:30-да қыз анасына нөмірі 47-ші тас жолмен әдеттегі маршрутымен жүретінін айтып, онымен бірге анасына тағы қоңырау шалған. Бірақ анасы үйінде біраз демалуды ұйғарып бас тартқан. Бір қызығы, кейбір куәгерлердің айтуынша, оқиғадан сәл бұрын Петти мен Тара сол тас жолда бір жүргізушінің агрессивті әрекетіне тап болған. Ол олардың жанынан бірнеше рет өтіп, жақындап келе жатқан. Бұл іс Тараны қатты қорқытқан. Алайда бұл ақпараттың шындыққа жанасатынына ешқандай дәлел жоқ болып шықты. Тара Калико үйден шыққан соң қызғылт түсті велосипедіне мініп, өзінің Walkman плеерімен американдық Бостон рок тобының кассетасын алып, анасына мынадай айтып кетті: "Егер түске дейін қайтып келмесем, мені іздеп кел" деген. Бұл кезде Тара да, анасы да қыздың сөздері қаншалықты пайғамбарлық болатыны туралы ойлаған жоқ еді. Қыз сағат 12-лерде жігітімен кездесіп, онымен теннис ойнаймыз деп жоспарлап, велосипедпен серуендеуге кете барды. Алайда оның жоспарлары орындалмады. Түскі сағат 12 болғанда Петти Дойл уайымдады. Тара әрқашан уақытында үйіне қайтып оралуы керек еді, бірақ ол әлі жоқ еді. Қыздың анасы қызының велосипед жолын жетік білгендіктен оны іздеуге шыққан, бірақ бұл нәтиже бермеген. Үйге оралған Петти дереу полицияға хабарласып, бірнеше сағат ішінде Белен қаласында Тара Ли Каликоның жоғалып кетуіне қатысты толық ауқымды тергеу басталады. Қыздың бағытын қайтадан қарағаннан кейін полиция Тараны да, оның велосипедін де таба алмады. Бірақ детективтер Тараны 1953 жылы шығарылған ақ Форд жүк көлігі қуып бара жатқанын көрген бірнеше куәгерді таба алды. Көлік қыздың артында ұзақ тұрып, бір сәтте оны қуып жеткен. Бірақ Каликоның жоғалып кетуіне көлік жүргізушінің қатысы бар жоғы әлі белгісіз. Айтпақшы, із-түссіз жоғалған қыздың інісінің айтуынша, оның жанұясы бір сұмдықтың болғанын бірден сезген. Ата-анам екеуміз бақытсыздықтың болғанын білдік. Біз нақты не болғанын білмедік. Бірақ біз қандай да бір қорқынышты болжамды сезіндік деді. Бірнеше күннен кейін іздеу аймағы кеңейтіліп, детективтер жаңа айғақтарды тапты. Тараның үйінен шамамен 4 шақырым жерде қыз сол күні өзімен бірге алып кеткен кассетаны және нөмірі 47-ші тас жолдан тағы 30 шақырым жерде көліктің сынықтары табылды. Петтидің айтуынша, Тараны қылмыскерлер оны қай бағытқа алып кеткенін жасыру үшін заттарын әдейі екі түрлі жерге тастаған.
Бірақ бұл полицияға да ұрлаушылардың ізіне түсуге көмектеспеді. Келесі айларда департаментке Америка Құрама Штаттарының әртүрлі бөліктерінде Тараны көрді деген азаматтар үнемі хабарласқанына қарамастан, бұл мүмкіндіктердің барлығы нәтиже бермеді. Тергеу ақыры тұйыққа тірелді. Алайда 1989 жылдың маусымында бәрі өзгерді. Флорида полициясы Порт-Сент-Джо жағажайларының бірінде Тара Каликоға ұқсас қызды көрген туралы хабарлама алды. Ол сол жерде ересек ақ нәсілді адамдар тобымен бірге болды делінген. Куәгерлердің айтуынша, ұрлау құрбаны деп танылған қыз өзін өте оғаш ұстаған. Ол жерде өз еркінсіз келгені және жол серіктерінің бұйрығын орындағаны көрініп тұрған. Тергеушілер хабарламада көрсетілген жерге дереу жетті, бірақ Тараны таппады. Бірақ аумақты қарағаннан кейін олар жұмбақ суретті тапты. Бұл Каликоның жоғалып кетуіне байланысты көпшіліктің назарын аударды. Полароид камерасымен түсірілген суретте аузын скотчпен жауып, қолдары байланған қыз кішкентай баланың жанында отыр. Оның сыртқы келбеті Тараның сыртқы келбетіне қатты ұқсайды. Сонымен қатар фотосуреттің жанында қыздың сүйікті «Менің тәтті Аудринам» атты кітап болды. Ал полицейлер кадрларды анасына дереу көрсетті. Барлығы оның қорқынышты фотосуретте екеніне сенімді болды. Ал Петти Дойл бұл фактыны растады. Алайда Тараның анасы мен жергілікті полицияның пікірі Лос-Аламос ұлттық зертханасы мен ФБР сарапшыларының пікірімен сәйкес келмеді. Бірінші, мекеменің қызметкерлері жоғалған қыздың суретке түспегенін бір жақты мойындады. Сонымен қатар, екінші тұлғаның жеке басына қатысты сұрақтар көтерілді. Сарапшылар табылған кітаптың беттерінен телефон номерін іздерінде тапты. Шамасы біреу ондағы сандарды жазып, одан соң бір парақты қағазды жыртып алған. Бірақ олар келесі бетте басылған. Барлық қолда бар ресурстарды пайдалана отырып, полиция дәл сол кітапта жазылуы мүмкін 57 нақты сандарды анықтады. Бірақ олардың ешқайсысы жұмбақты шешуге жете алмады. Алайда оқиға мұнымен бітпеді. Бірнеше айдан кейін Калифорнияда дәл сол полароид камерасымен түсірілген ұқсас фотосуреттер табылды. Бірақ сарапшылардың сұрақтары болды. Суретте бейнеленген қыз шамамен 15 жаста болып көрінді. Ал Тара Калико ол кезде 20-да болған. Сонымен қатар фотосуреттің өзі төмен сапада түсірілген. Сондықтан Петти жоғалған қызын танығанына күмәнданды. Бұл күрделі істің соңғы аккорды детективтер ақш вокзалдарының бірінде тапқан үшінші фотосурет болды. Онда Тараға ұқсас қара көзілдірік пен қалпақ киген жас қыз ересектермен бірге үстелде отырғаны суреттелген. Суретті көрген анасы Петти қызын тани алмады. Бұл полицияның тергеу барысында қанша күш салғанына қарамастан табылған соңғы дерек болды. Тара Калико із-түссіз жоғалғандар тізімінде болған, уақыт бойы көптеген мемлекеттік қызметкерлер мен американдық қалалардың қарапайым тұрғындары болған оқиға туралы өз нұсқаларын алға тартты. Біреулер қызды мас күйінде көлік жүргізген жасөспірімдер абайсызда қағып кетіп, содан кейін оның денесін көміп тастады деп сенді. Ал басқалары Тараның өзі сүйіктісімен үйден қашып кетті деп сенді. Дегенмен, ең танымал нұсқаға сәйкес, қыз ұрланып, жыныстық құлдыққа сатылған. Яғни, Америка Құрама Штаттарының әртүрлі бөліктерінде табылған суреттер осының дәлелі. Сонымен қатар оқиғалар тізбегін қалпына келтіру әрекеттерін журналистер бірнеше рет жасады. Мысалы, Тараның жоғалу туралы оқиға теледидарда және белгілі басылымдарда бірнеше рет пайда болды. Соның ішінде Эрос Пулвелидің 48 сағаттық деректі фильмдегі хабарлар және Опра Уинфри шоулары тергеуге ешқандай нәтиже бермеді. Бүгінгі күнге дейін Тара Каликоның жоғалып кетуіне қатысты қылмыстық іс әлі ашық. Қыздың туыстары оны тірі табуға үмітін үзбейді, ал қамқор адамдар сұрақтар қоюды жалғастыруда.